Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айзада, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай өте дәмді болып шығатын шоколадты бисквит пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналыма тіркеле кетіңіз, және де видео ұнап жатса, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймын. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен таза бір ыдысқа құрғақ өнімдерді араластырып алатын боламыз. Алдымен ұнды саламыз, үстінен қантты саламыз, аздап қопсытқышты, шай қасықтың ұшымен тұз және де какаоны салып, бір келкі болғанша араластырып аламыз. Толық керек заттардың құрамын, мөлшерін видеоның астында описание бөлімінде жазбаша түрде қалдыратын боламын. Мінекей массамыз бір келкі болып араласты. Енді үстінен сұйық заттарды қосатын боламыз. Ең алдымен сұйық майды құямыз. Оның үстінен жұмыртқаны саламыз, ерітілген сары майды құямыз және де бөлме температурасында жылы сүтті құйып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Достар, бұдан бөлек менің арнамнан бірнеше торттың рецептерін табыласыздар. Ол үшін каналымдағы плейлисті бөліміндегі торттар бөліміне кірсеңіздер болады. Дайын болған қамырды 21 сантиметрлік формаға құйып, алдын ала қызып тұрған пешке салып, әдемі қызарғанша пісіретін боламыз. Духовканың температурасын өз пештеріңіздің қызуына қарай қоясыздар. Құрғақ таяқшаның көмегімен бисквиттеріңіздің піскенін міндетті түрде тексеріп алыңыздар. Осы қалпында әбден суытамыз, одан кейін барып формадан алатын боламыз. Мінекей бисквитіміз әдемі болып пісіп шықты, әбден суыды. Мен енді бұдан 3 слойлы торт жасайтын боламын, сондықтан 3 қоржға кесетін боламын. Ең алдымен төбесіндегі шапкасын кесіп алатын боламыз, ол бізге артынан тортты сәндегенде қажет болады. Торттарыңыз жақсы кесілуі үшін міндетті түрде жақсылап суығаннан кейін пищевая пленка немесе салафанға салып холодильникке 4-5 сағатқа қойып қойсаңыздар, сонда торттарыңыз бір келкі үгітілмей жақсы кесілетін болады. Негізінде бисквитті кесуге арналған арнайы заттар болады. Егер де сіздерде ондай болып жатса, онда тіптен керемет болады. Ал егер ондай заттарыңыз жоқ болса, ас үйдегі ең үлкен пышақты алып, түзу ұстап отырып кесуге болады. Менің корждарым дайын. Келесі видеода мен енді осы корждармен торт дайындайтын боламын. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.